Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ халқы. Мен Қазақстандағы еш жазығы жоқ, бар айыптары өз қазағын жақсы көргендіктен шырылдап шындықты айтқандары үшін қамалған барлық саяси тұтқындарға бостандық берілуін талап етемін. Әсіресе Атажұрт партиясы сияқты тіркеле алмай жүрген Алға партиясының жетекшісі, қазақтың атын жақсы жағынан әлемге танытып жүрген, Гиннес рекордтар кітабына енген марафоншы спортшымыз Марат Жыланбаевқа өз азаматын, өз қазағын Қытай тарап тұтқындаса да тышқақ лақ құрлы іздей алмаған, және де қазақтың атын әлемге сұмдық масқаралық жағынан шығарып жүрген Қазақстан Республикасының билігінен талап етемін. Марат Жыланбаевқа және барлық жазықсыз саяси тұтқындарға бостандық берілуін талап етемін. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Қазақстан Республикасының билігі әдейіге тіркемей жүрген Атажұрт партиясының мүшесі Тоқысбаев Бағдатпын.